Сәлеметсіздер ме оқырмандар, параграф 32 жеміс-жидектің пайдасы. Бірінші тапсырма оқылым. Мәтінді оқып, алдыңғы сабақтағы оқылым мәтінмен мазмұнын, тақырыбын және тілдік құралдарын салыстырыңдар. Жүзім өте пайдалы жеміс. Жүзім өсіру біздің заманымызға дейінгі 5000 жылдықта басталған. Көп өсірілетін аймағы Кіші Азия. Жүзімнің шамамен 10 мыңдай түрі кездеседі. Піскен жүзімнің 100 граммда 60 калория бар. Жүзімнің құрамында дәрумендер миға өте пайдалы. Түстен кейін қос уыс жүзім немесе жүзімнің бір кесе таза сығынды шырынын ішу денеге де ми жасушаларына да өте пайдалы. Калория тұрғысынан 1 килограмм жүзім 1150 грамм ет, сүт, 390 грамм ет, 300 грамм нан мен 1200 грамм картопқа тең. Жүзім адамның иммунитетін күшейтеді, жүйкені тыныштандырып, теріні жақсарта түседі. Сондай-ақ жүзім аллергия мен буындарда да тұз жиналуының алдын алуда таптырмайтын жеміс. Жүзімнің құрамындағы табиғи фруктоза адамның жұмсайтын қуатын аз уақытта қайта қалпына келтіреді. Жүзім қасиетінің Құранда айтылуы да тең болмаса керек. Неге десеңіз, қандағы оттегін жүргізетін гемоглобиннің түзілуіне қажетті темір мен бүйректің жұмыс істеуі және жүрек соғысының реттелуінде жұмсайтын калий онда өте көп кездеседі. Жүзім өте пайдалы жеміс. Балалар әлемі журналы. Енді сұрақтарға жауап берейік. Жүзімнің 100 граммда қанша калория бар? Жүзім шырынының қандай пайдасы бар? 1 килограмм жүзім калориясы қанша азық-түлікке тең? Тағы қандай жемістерді білесіңдер? Олардың қандай пайдасы бар? Жүзімнің 100 граммда 60 калория бар. Жүзім шырынын ішу денеге де ми жасушаларына да пайдалы. Жүзім адам иммунитетін күшейтеді, жүйкені тыныштандырады. 1 килограмм жүзім калория тұрғысынан 115 грамм сүт, 390 грамм ет, 300 грамм нан, 1200 грамм картопқа тең. Мысалы, алманың да адам ағзасына пайдасы зор. Алманың құрамында С, В1, В2, Р, Е дәрумендері мен марганец, кальций, калий, фосфор, натрий тағы басқа микроэлементтері бар. Алмадағы темір қан айналым жүйесіне өте қажет. Екінші тапсырма жазылым. Жүзім құрамындағы дәрумендер мен олардың адам ағзасына пайдасын анықтап, кестеге жазыңдар. Жүзімнің құрамындағы дәрумендер. Піскен жүзімнің 100 граммда 154 грамм карбондық гидрат, 1 грамм май, 21 грамм фосфор, 0,6 миллиграмм темір бар. А және В дәрумендері де бар. Жүзім құрамындағы дәрумендер миға өте пайдалы, адамның иммунитетін күшейтеді, жүйкені тыныштандырады, терінің түлеуін арттырады. Сонымен қатар буындарға тұз жиналуының алдын алуда таптырмайтын жеміс. Үшінші тапсырма тыңдалым. Құрма туралы бейнефильмді тамашалап, оның қандай пайдасы барын анықтаңдар. Құрманың адам ағзасына пайдасы мол. Құрма әрі тағам, әрі шырын, әрі дәрі, әрі қуат көзі. Құрмада ақуыз, көмірсу, маймен қоса калий, кальций, магний, фосфор бар. Күніне 10 құрма жейтін болсаңыз, ағзадағы күкірт пен магнийдің қажетті нормасын толтыруға болады. Сондай-ақ терінің тегіс болуына, қан қысымының қалыпты болуына құрманың пайдасы зор. Төртінші тапсырма жазылым. Төмендегі мәтінді оқып өз пікірлеріңді жазыңдар. Жеміс ағашын отырғызу сауап. Мұхаммед пайғамбар адамдардың жеміс ағашын отырғызып, жемісін игілікке жаратуын құптап қолдаған. Ол бұл орайда былай дейді. Мұсылман кісі жеміс ағашын отырғызып, одан адам, хайуанат немесе құстар дәм татса, көлеңкелесе, ақырғы күніне дейін сауапқа қалады. Жеміс ағашын егіп, одан басқалар жеміс алып жесе, әрине бұл өте сауапты іс болады. Кез келген жемісті балалар жақсы көреді. Олар көшеде жеміс ағашы болса, міндетті түрде жемісін алып жегенді қалайды. Осындай сауапты істерге ұмтылу адам үшін өте жақсы қасиет деп ойлаймын. Бесінші тапсырма. Мына сөздердің амонимдерін тауып, мағыналарын нақтылайтын бірнеше сөйлем құрастырып жазыңдар. Түс, жүз, аз, түз, жаз, біз. Түс мезгілі, аттан түс, киімнің түсі. Жүз, жас, суда жүзу, пышақтың жүзі. Аз уақыт, азып тозу. Түзде жүру, жоспар түзу. Жаз мезгілі, жазу жазды, дастарханды жазу. Біз оқушымыз, бізбен тікті, тағы басқа. Атам түсте келді, ол аттан секіріп түсті. Менің көйлегім көк. Жамбыл жүз жасаған ақын. Досым суда жақсы жүзеді. Пышақтың жүзі өткір екен. Ер адам түзде көп жүреді. Ағам жоспар түзді. Жаз мезгілі өте қызық. Інім жазу жазып отыр. Анам дастархан жазды.
Біз көлге бардық, әкем етікті бізбен тікті. 6-шы тапсырма. Тура мағынасында берілген сын есімдердің ауыспалы мағыналарын жазыңдар. Терең көл, терең ой, қиын есеп, қиын тағдыр, қалың шаш, қалың ұйқы, ақ көйлек, көңілі ақ, қара шалбар, қара ниет, тәтті алма, тәтті түс, өткір пышақ, өткір көз, жұмсақ жастық, жұмсақ мінез. 7-ші тапсырма. Табиғатты қорғау парызымыз тақырыбында Пофс формуласы бойынша өз пікірлеріңді дәлелдеп жазыңдар. Бірінші сөйлем. Менің ойымша табиғатты қорғау парызымыз. Мен оны былай түсінемін. Табиғат бізге бәрін береді. Сол себепті біз табиғатты қорғауымыз қажет. Оны мен мына деректермен, мысалдармен дәлелдей аламын. Табиғат бізге таза ауасын, мөлдір суын, жанға жайлы самалын, гүлденген жерін, әсем тауларын бәрін беріп отыр. Осыған байланысты мен мынадай қорытынды шешімге келдім. Табиғатсыз біздің күніміз жоқ. Сондықтан оны қорғау біздің басты міндетіміз.